Ұлы қазақ даласының көркін келтіріп, әсемдігін арттыратын асқар тау, мейіріңді қандыратын мөлдір бұлақ, самал желмен тербелген жасыл құрақ емес пе? Адам өміріндегі табиғаттың осы бір әсем көрінісі, тау тұлғалы әке, ақылы дария ана, өмірдің жалғасы баламен астасып жатқандығын қазақтай данышпан халық айтып өтті. Бүгін Асқар Тау әкеміз 80 жасқа толып отыр. Өмір толқындарындағы таязға табандамай, тереңге батпай, қол ұстасып, 80 жасқа жету үшін ер азаматқа төзімді темір, әйел ананың мінезі алтын болуы шарт екен. Әке мен анамыздың бойына осы мінездер ұялаған. Олардың өмірі үлгі алар ұрпақ үшін өнеге. Жақайымның назаршасынан тараған Мұхамеджан атамыздың шаңырағында 1939 жылы 30 желтоқсанда дүниеге келген Сембай әкем жаңа жылдың қарсаңында өз отбасына ғана емес, барша жанға қуаныш әкелетін бала боп туылғандай. Балалық шағын соғыс ұрлаған, еңбекпен есейіп, ерте азамат болған жанның ішкі рухы биік, жаны таза болды. Еңбек ете жүріп, кешкі жұмысшы жастардың мектебіндегі оқуын 1956 жылы бітірді. 1958-61 жылдары Балтық теңізі жағалауында Эстония, Виляндия, Латвия, Вальмиера қалаларында 3 жыл әскери борышын өтеді. 1963 жылы анам Аманқызы Нағипамен бас қосып 8 бала тәрбиелеп өсірді. Қабақтың албайынан тараған тәлімді тәрбие көрген, алтын мінезді анам өз баласын ғана емес, ел баласында тәрбиелеп, 22-ші бала бақшада еңбек етті. Елдің батасына бөленген ардақты жан. Неге арналсаң сон істе деген ғибратты сөз әкемнің өмірлік ұстанымы секілді. Қандай істі қолға алса да, биік талғаммен, бар ерік жігермен атқарып, өз ізін қалдырады. Шалқар локомотив депосында слесарь боп жұмысын бастап, 2 қайтара Қазалы қаласынан курстан өтіп, тепловоз машинисі, инженер-технолог боп еңбек етті. Өмірінің 30 жылын теміржол саласына арнаған әкем 1990 жылдан зейнеткерлік жасқа дейін аудандық газет редакциясында тілші болып қызмет атқарды. Әкем қиындығы мен қызығы мол, жан жақты білімді талап ететін, жауапты саланың тізгінін ұстап, қоғамға үлесін қоса білді. Бауырмал, адаммен тез тіл табысқыш қасиеті, қоғамдағы құбылыстарды зерттеп зерделеуі оны шынайы журналист етіп шығарды. Кешегі тоқырау заманында қаламы мен қағазы арқылы қиналғанға қолдау берді. Тәуелсіз елдің дамуына үлес қосқан әрбір азаматты дәріптеп өнегелі ісін бұқараға үлгі етті. Тәуелсіздік алған жыл ел тарихындағы ерекше жыл болса, әкем сол жылы Қазақстан Республикасы журналистер одағына мүше болды. 1964 жылдан бастап күні бүгінге дейін 55 жыл бойы үздіксіз баспасөз қызметіне белсене араласып, поэзия, проза жанрында қалам тербеп, ел үшін еңбек еткен елеулі тұлғалардың ескерусіз қалмауына ат салысқан қаламгерге айналды. Шалқар энциклопедиясының жарық көруі, тарихи тұлғалардың есімінің көше атауына берілуі секілді бірнеше рухани, мәдени істердің ұйытқысы боп елдің батасына бөленді. Бүгінгі күні жарық көрген кітабы өмір иірімдерінен сыр шертіп,
басыңа ие бол деп ақыл беріп, уақыт іздерінен өнеге іздетіп, біздің уақыттың қадірін түсіндіріп, көңіл көкжиегіндегі ізгілікке жетелейді. Қаламымен қалдырған қазынасы бар Сембай Мұхамеджанұлы әлі күнге дейін қоғам белсендісі, мәдени іс-шаралардың сыйлы қонағы, халықтың ардақты ақсақалы. Нағипа анам екеуі балаларына өнегелі тәрбие беріп, білікті маман, елге сыйлы азамат етіп өсірді. Әр саланың қызметкерлері атанған ұрпағының амандығын, елдің ынтымағын тілеп отырған жандар, немере мен жиен-шарлардың қызығына бөленуде. Өмір атты тарихтың дастанында үлгі болып келдіңдер жас қауымға. Бірің 80, ал бірің 75-те, шуақ шашып тұрсыңдар асқарымда. Сіздерсіз ұйытқысы шаңырақтың, түлетіп ұл қызыңды жамыраттың. Шаттықтың шалқар әні шалқи берсін, сөнбесін шаңырақта шамы бақтың. Асқар тәуәке, ардақты ана, мерей тойларыңыз құтты болсын.